Қайырлы кеш барлықтарыңызға, ассалаумағалейкум. Мен каналыма тіркеліп, лайк басып қолдап отырамыз. Сонымен кеттік. Бүгінгі кештегі әңгімеміз қазақтың орта жүзіне кіретін керегелі керей руы туралы болмақ. Керей атауының шығу туралы әртүрлі пікірлер бар, бірақ солардың арасында Орхон Енесей жазуларының белгілі зерттеуші Қаржаубай Сартқожаұлының қолжазбаларында керей атауы Керлен, Керуен, Керулен өзені және сол өзен өзінің бастауын сонау Кентау тауларынан алады екен. Осыған қатысты керей атауы, ол айтады, осы өзеннің атынан алуы әбден мүмкін дейді. Және де ғалым көне түрік жазуларында Моншор ескерткішінде мысалы 8 ғасырға тиесілі бұл қоныстың ежелгі аты Кире түрінде көрініс береді дейді. Ал Керлен алқап ежелден керейлердің түптегі 9 байырқулары қоныстанып келе жатқан төл мекен. Олар бірде 9 байырқу, бірде 9 оғыз, тағы бірде 9 керейлік деп аталып жүрді дейді. Ғасырлар өте келе керейлер болып өзгеруі мүмкін дейді. Бұл бағымдау керей шежіресінен бұрыннан айтылып жүрген өзен атына қатысты мәселеге тағы да әкеп тірейтін сияқты. Қытайда тұратын қазақтар, жаңағы қазақ азаматтары бірсыпыра мысалы Қытай архивтеріне кіру арқылы біз бұрын соңды біле бермеген кейбір мағлұматтарды алып шығып қазіргі кезде сөйлетіп бізді тағы да бір жаңадан бір ашуларға, былайша айтқанда, алып келіп жатыр. Сол жазбаларда керей атауына қатысты мәселелер кездесіп қалып жатады. Мысалы Сүй патшалығының тарихында Шеп тайпасының көсемі Керін еркіннің шығыс түрік қағандығына қатты қарсылық көрсеткендігі туралы жазылған болатын. Соның үстемдігіне қарсы шыққандығы туралы Таң патшалығының көне тарихи жазбасында сол Керіннің баласы Хылидың да қаған болғандығы туралы айтылған. Яғни осылардың Керін мен осы баласы Хылидың Керей деген атау болып кейіннен өзгеруі мүмкін деген сияқты Қытай ғалымдары өздерінің топшылауларын алға тартқан болатын. Аудармашылар бұл жазбаларда Шеп тайпасымен бірге Сеп, Байлау, Қойлау секілді тайпалардың атауында ізін байқағандай болған. Bir қызығы, енді Алтай аймағында 19 ғасырда ғұмыр кешкен Керейдің Керей Мәмидің шежіресінде де осыған ұқсас мәліметтер бар дейді. Ол шежіреде Керей ұлысының арғы тегі Шеп, Сеп, Байлау, Қойлау, Елдей, Көлдей, Изен, Жусан секілді тайпалардан таралған деп көрсетілген болатын. Бұлардың Шеп пен Септен басқасының барлығы қазіргі Керей уақ шежіресінде кездесетін ата-тектер дейді. Белгілі өзіміздің ғалымымыз академик Әлкей Марғұлан айтады, керейлер мен оңғыттар дейді, немесе үңгіттер де Моңғол дәуіріне дейін мәдениеті жоғары болғаны, көне түркі жазуларын пайдаланғандығы жөнінде өзінің таңбалы тас жазу еңбегінде келесіде айтады. Яғни Алтай жоңғар даласында дейді, Енесейде Орхон жазуы бар құлпытастар жиі кездеседі дейді. Олардың көбін жазған керей мен оңғыттар дейді. Бұл академиктің айтып отырған оңғыттар дегені, яғни уақтардың арғы бабаларын айтып отырып, мен бұл уақтар туралы да деректеме түсірген болатын. Сол жерде оларды оңғыттардан немесе оңғыттардан тарағандығы туралы айтып кеткен болатын. Кейіннен Шыңғыс хан дәуіріне дейін бұлар және наймандар тегіс Нестариян дінін қабыл еткен елдер дейді. Бұл әсіресе олардың крест таңбасынан ашық көрінеді. Бұл таңба қазақ керейлерінің осы күнге дейін сақталған. Мұндай крест таңбасы бар құлпытастар Орхон жазуында, Енесей даласында көптеп кездеседі деп белгілі біздің зерттеуші ғалымымыз академик Әлкей Марғұлан айтып кеткен болатын. Себебі керейлер наймандар сияқты христианның нестариандық бағытын ұстанған болатын. Бұл ерте заманда болған бағыт, қазіргі таңда бұл жоқ. Сонымен қатар христианның манихейлік бағыты да болған болатын, ол да жоқ. Яғни ескі діни ағымдар болатын. Шыңғыс хан заманы туралы теңдесі жоқ жылнама жазып қалдырған белгілі орта ғасырлық ғалым Құлағулар мемлекетінің премьер-министрі болған Рашид ад-Дин еңбегі сол кезеңдерде Керей мемлекетінің құрамында Керей, Қырқын, Қоңқайт, Тоңқат, Сақайт, Тобаут, Албат, Қарақын секілді тайпалардың болған туралы жазып кеткен болатын. Бұлардың сөз соңында Т әріпі, яғни көптік түрді білдіреді дейді. Яғни керейлермен көп ғалымдар мысалы арасында қазір көптеген бұрында да бар, қазірде қырғын тартысты тудырып жүргені Керей мен Керейт екеуінің бір ел. Яғни бұған енді бұлар жалпылама бір шешімге келді. Яғни Керей мен Керейт екеуінің түбі бір. Просто Керейде Т түсіп қалған деп.
керейт көпшіл сөзде айтылған болатын дейді. Сонымен қатар белгілі өзіміздің ғалым Алашорданың қайраткері Мұхамеджан Тынышпаев осындағы жаңағы сақайттар, бүгінгі яғни сақайттар бұл қазіргі сақалар дейді, яғни якуттар. Ал тубауттар болатын болса, Россияда тұрып жатқан тува халықтар атауын көрсетіп тұрды. Бұлардың барлығы кезіндегі мына керей мемлекеті ыдырағаннан кейін сол кезде бөлшектеніп қалған болуы мүмкін деген өзінің болжамын алға тартқан болатын. Бұл пікірді белгілі өзіміздің ғалым профессор Аманжоловтың тоңқат тубаларының құрамындағы тоңқат Орхон Енисей жазбаларында құрыққан түрінде кездесетін қарақиынды жаңағы якуттың қазіргі құрыққан тайпасынан байланыстыру одан әрі қызықты қыздыра түскендей болады. Ал керей мемлекетінің кезінде ірі де айбынды ел болғандығы туралы тарихта дәлел жеткілікті. Оны жаңа жоқ деп ешкім айта алмайды. 10 ғасырларда керейлердің саны шамамен 200 мыңның ол жақ бұл жағында болған дейді. Шыңғыс хан билігіне дейін керейді Марғұз хан, Құршақұз, Бұйрық, Гөрхан, Уаң хан сияқты мықты хандар билеген болатын. Соның әсіресе ішінде ең атақтысы бұл Уаң хан болатын. Уаң ханның өзінің негізгі аты бұның Тұғырыл хан. Ол кезінде мына Қытайлардың татарларға қарсы шайқасында Қытайларға көмектесіп татарларды жеңуге көп үлес қосқандықтан Қытай жаңағы билеушілер риза болғандықтан оған Уаң хан атағын берген еді. Бұл енді атақ қазіргі орыс тіліне аударатын болсаң князь деген мағынаны біледі, болмаса сұлтан деп айтсаңыздар да болады. Осындай бір мырза десек те болады. Осындай бір атауға телінетін ат болатын. Және де ол жаңағы Уаң хан кезінде айтып отырмын ғой, Нестериан дінін ұстанғаннан кейін керейлер бұл да елбасысы Нестериан дінін ұстанған азамат екені белгілі. Сондықтан оның батысқа да оның атағы жетіп жатқан болған Европа мемлекеттерінде мысалы Уаң ханды керейлердің королі Юан Топ деп те атауымен жеткен болатын. Шыңғыс хан моңғол түркі халықтарының басын жиып жас мемлекеттің алғаш рет осы негізін қалаған кезінде әкесінің аңдадосы болған, яғни әкесі Есугейдің аңдадасы болатын. Осы Уаң ханның көмегіне біраз арқа сүйеген болатын. Онымен қарсы наймандарға қарсы да біраз Уаң ханмен бірге шайқастарға қатысқан болатын. Кейіннен әйтеуір екеуінің арасынан бір ала мысық жүгіріп өткен, қара мысық. Содан бастап екеуінің арасы жақсы болмай, ақыр аяғы Шыңғыс ханның керей мемлекетінің өмір сүруін тоқтатуына әкеп соққан болатын. Осы аласапыраннан кейін керейлердің бір бөлігі қоңсылас наймандарға ығысып, батыс Алтай мен Зайсан, Ертіс алқабына ауып кеткен болатын. Ата жұртта қалған бөлігі Шыңғыс хан әскерінің құрамына, халқының құрамына өтіп, наймандар мен меркіттермен бірге оның батысқа жасаған жорықтарының барлығына қатысқан болатын. Тарихшылар бүгінде Қазақстанның теріс кейін жайлаған керейлер сол керей мемлекет күйрегеннен кейін ертісті бойлап солтүстікке қарай ығысқан бөліктен тараған ұрпақтар деп айтады. Одан бөлек өзіміздің Мұхамеджан Тынышпайұлы, жаңағы Тынышпаев белгілі қазақ ғалымы, жаңағы айтып кеттім, алашордашыл азамат болатын. Сол кісі айтады, керейлердің Шыңғыс ханға мойынсұнбаған бір бөлігі меркіттермен бірге Торғай даласына дейін ығысып кеткен дейді. Бүгіндер сол кіші жүздің жетіру құрамындағы керейт тайпасы деген атақпен қазір біздің қазақ халқының құрамына кіріп отыр дейді. Бұны айтып отқан Мұхамеджан Тынышпаев болатын. Яғни жаңағы керейттер мен керейлердің түп атасы бір екендігі осыдан көрінеді. Одан бөлек тағы да бір аңыз әңгімелер бар. Ол жерлерде айтады, Тәуке хан 17 ғасырда жетіру негізінде кезінде орта жүздің құрамында болған дейді. Соны кейіннен бөліп алшындарға қосып кіші жүз құрамына енгізген дейді. Сол кезде мына керейттер жаңағы жетірудің құрамында болатын. Сондықтан кейіннен сол өлкеге қосылған дейді. Енді Ақсақ Темір жорықтары туралы жазбалары сол кезде керейлердің Қараертістен Алакөлге дейінгі аймақты мекендеген көрсетеді. Тарихта жоңғарлардың бабалары ойраттар, солар 15 ғасырдың басынан қуат күшке айнала бастаған белгілі. Осы шамадан олар Балқаш, Алакөл аймағындағы керейлерге қатты соққы жасап, соның кесірінен керейлердің біразы адырап кеткенге ұқсайды дейді. Керейлердің бір тобы 15 ғасырдың аяғы мен 16 ғасырдың басында Жошы хан тұқымы Мауреннахр өңірін билеген, Қорасанда билік еткен, қазақ халқымен қатты жауласқан Мұхаммед Шайбани ханның да жорықтарына қатысқандығы туралы деректемелер бар. Өз тарихында қилы дәуірлермен аласапыран замандарда басынан өткерген көне керей елі кейіннен қазақ халқын құруға да атсалысқан ірі тайпалардың бірі. Керей мен Жәнібек екеуі Әбілқайыр ханның ұлысынан бөлінген кезінде
соған ерген Керей мен Жәнібекті қолдаған, оған қолдау көрсеткен алпауыт тайпалар, Арғын, Қыпшақ сияқты тайпалармен бірге керейлер де қазақ халқымен Керей мен Жәнібекке қолдау көрсетіп, қазақ халқының жаңадан өз алдына шаңырақ көтеруіне үлкен жаңағы үлес қосқан болатын. Керейлер сондай-ақ өзбек халқының құрамында да бар. Кенегес тайпасының екі руы Абақылы мен Ашамайыл деп аталады. Оларда ол Қарақалпақтың Қоңырат деген үлкен арысына да енетін руларының бірінің аты. Керей рулары тубалардың, жаңағы Қырым татарларының, башқұрттардың да құрамында кездесіп қалады. Ал қазақ ішінде қалған Керей елі, бұл енді қазақ ақсақалдарының, қарияларының сөздері бойынша қазақ ішіндегі керейлер Абақ және Ашамайлы болып үлкен екі атаға бөлінеді. Қазақ шежіресінде бұл ру аттарының шығу тегі әртүрлі болып келеді. Енді Абақты, яғни Керейдің Ақылбай есімді бір тұқымының бәйбішесінің аты дейді. Бұрынғы кезде ол бәйбішенің аты негізі Абақ болмаған дейді, оның есімі Аппақ болған дейді. Келе аппақ деп жүріп, арта Абаққа айналып кеткен дейді. Қазір 12 ата Абақ деп жүрген бірлестік. Сол о баста осы Абақ бәйбіше өзі тәрбиелеген 12 немересінен өрбіген делінеді. Ал Ашамайлының әуелгі аты бұның Ғали екен дейді. Бір шежірелерде енді Ақберді деген атпен кездесіп қалады. Әкесі Ашамайға мінгізіп келіншек алып келуге алып барғаннан кейін жеңгелері оны жаңағы Ашамайлатып кеткен, болмаса ел Ашамайлатып кеткен дегенде әңгіме бар. Шежіреде осы Абақты Абақтыны осы Ашамайлыдан әкеліп тарататындар да бар. Бір деректерде бұл жаңағы Абақ деген ұлы жүздің баласы дейді, осы керейлердің қызын алған дейді, содан тараған ұрпақтар кейін Абақты керей болған дейді. Түрлі болжамдар жетеді. Зерттеушілер бұл ру аттарының олардың таңбаларына қатысты өрбіген атау болуы мүмкіндігінде пікірді айтып қалады. Ашамай қазақ тілінен түсіндірме сөздігінен алып қарайтын болсаңыз, бұл енді балаға арналған екі басының жоғарғы ұшы айқастырылып жасалған ер болады. Атқа салатын және рудың таңбасы бұл крест болған. Яғни, крест деппін ғой. Крест болған. Ал Абақ деген бұл енді Абақ мына қазақ халқында қасқыр, түлкі, қарсақ секілді аңдарды ұстауға арналған көне құралдың аты. Ол мынандай коробка сияқтанып келеді. Былайша айтқанда қазір жалпақ тілмен түсіндірейін. Коробка сияқтанып келеді. Сонда жаңағы қазір де оны қолданады. Былайша айтқан кезде соның ішіне мысалы ет тастайды. Сол кезде аң соның ішіне кірген кезінде тарс етіп жоғары жағынан коробканың аузы былайша айтқанда боковойынан жабылып қалады, торт түседі, тағып жабылып қалады да, анау былайша айтқанда төрт бұрышы жаңағы ағаштан жасалынуы мүмкін, ол темірден жасалынуы. Ежелгі заманда темір жоқ, сондықтан ол ағаштан жасалынған болу керек. Тарс етіп аузы жабылып қалады да, ішінде аң шыға алмай қалып кетеді. Бұл ойды айтқан, бұл зерттеуді айтқан жаңағы қазақ ғалымы Салғараулы болатын. Бұл сөзден енді қазақта түрменің балама сөзі бар ғой, синонима Абақты деген. Осы Абақты сөзі осы Абақ сөзінен алынған дейді. Яғни Абақ жаңағы аңды ұстайтын тор сеткі болғандықтан Абақты да осыған саят дейді. Яғни синоним, түрменің синоним сөзі. Сондай ғалымдар арасында Ашамай таңбаны керейлердің баяғыдан Нистеранден ұстаған кезінен қалған бір белгі, яғни крест таңбасынан дейді. Крест таңбасына қарайтындар бар. Ал Абақ сөзін басқа бір ғалымдар айтады, түркі моңғол тілдерінен аударатын болсаңыз дейді, бұл енді қандас, туыстас деген мағынаны білдіреді. Яғни ежелгі түркі моңғол тілдерінде обақ болмаса абоқ сөздерінен тарқатылып айтатындар бар. Керей еліне қатысты мәліметтердің бір сыпырасын белгілі өзіміздің әрі сері, әрі балуан, әрі батыр атанған Ресей империясының әскери мектебін бітірген, бірақ кейіннен оларға қызмет еткісі келмей кетіп қалған атақты сегіз сері Бахрамұлының еңбектеріне де кездестіруге болады. Ол да шежіре жазған болатын, сол шежірені жинақтаған болатын, жазбаған жинақтаған болатын. Ол кісі өзі 1818 жыл туып, 1854 жыл 36 жасында ма ерте қайтыс болып кетеді. Өзінің аты жаңылыспасам Мұхаммед Ханафия болу керек. Жеңгелері оны 8 жасында, ағалар оны аңға алып барған кезде сол жерде мылтық атқан дейді. Сол аңды атып құлатқан елікті дейді. Содан бастап жеңгелері оны 8 жасында мылтық атқандықтан 8 сері атап кеткен дейді. Бүгіндері Қазақстан Республикасының ғылыми академиясының қолжазба қорында сақталған. Бұл шежіре әу баста негізі бұл шежіре 16 және ғасырдың
аяғы мен 17 ғасырдың басында ғұмыр кешкен Дәулен батыр Тазарұлы жинастырған екен дейді. Одан кейін оның баласы Толыбай, одан кейін оның немересі Шәукер мырза, оның ұрпақтары Шақшақ би сияқты сауатты кісілер одан арман қарай толықтырған. Соның ақыр аяғы осы сегіз серіге келіп жеткен болады. Сегіз сері арман қарай осыны дамытқан. Абақ Керейдің қоныстанған мекен тұрағы Алтай айналасы, Моңғолияда Қобда өлкесі, Моңғолияның Баян өлке аймағы, Қытайдағы Қаба өзені, Қара ертістің басы, Сауыр тауының күнгейі дейді, Үліңгір көлінің маңайы дейді. Солардың қалың ұйысқан жерлері шетте болғандықтан, бірақ енді нақты біраз мәліметтер әлде осы уақытқа дейін әлде жинақтауды қажет етеді дейді. Бірақ осы Сартқожаұлының Баян өлкеде 1991 жылы бұл Моңғолияның қазағы болатын. 1991 жылы басылып шыққан Абақ Керей шежіресін ала келген болатын Қазақстанға. Сол біраз мәліметтерді бізге қазақтарға, қазақ керейлеріне бергендей болған болатын. Бүгін тізбе кестеде енді Шынай деген азамат құрастырған жинақтама бар. Және де бұрыннан да қолда бар Моңғолияның қазақ ғалымы Қабышұлының Керейлер керуені атты еңбегі бар. Және Абақ шежіресін кестеге түсіру үстінде мынау Шәкәрім Құдайбердіұлының да белгілі өзіміздің ақын діншіл болған азамат, соның да еңбектері бар. Біраз ол кісі де біраз шежіре жазған болатын. Сол 12 ата Абақты Жантеки, Жәдік, жаңағы Жастабан, Шұбар айғыр, Шеруші, Ителі, жаңағы Итемген, Молқы, Меркіт, Сарбас, Қарақас, Көнсадық деп бөліп кеткен болатын. Енді біраз мәліметтер 12 атаның бірі жаңағы Шимойын руы деп те аталып қалып жүреді. Бірақ енді тізбелеу үстінде Шимойын Абақтан емес Ашамайлының Сибанынан тарайды деп айтып жүргенде азаматтар бар. Мысалы сегіз сері шежіресі оның өзінің шежіресінде Балғаның Сибанына жатқызған болатын. Осы соңғы шежіреде 19 ғасырдың басында Керей уақтың басым көпшілігі орыстан үркіп көп қақтығысқан болатын. Керей мен орыстармен, себебі бұлардың қоныс мекендері уақтарында Керейлерінде Ресей империясының кезіндегі жерлеріне ішкерленген. Енді мысалы орыстар айтып жүр ғой, Оренбург біздікі, Курган біздікі, Омбы біздікі деген сияқты әңгімелер айтып жүр. Ал негізі осының барлығы уақ Керейдің қоныстанған жайылым жерлері болатын. Осы шайқастың нәтижесінде 19 ғасырдың басында Керей уақтың басым көпшілігі Алтай Шәуешекке көшкенде Шимойын керейлердің едәуір бөлігі солармен бірге өтіп кеткен дейді. Демек Шимойынның Абаққа Ашамайлығы да қатысты болуының түп атасы осы жерде жатса керек дейді. Яғни былайша айтқанда соның бір атасы болып кеткен, алайда ататек тарқатқан кезде шежіре желісіне сыналап кіре алмаған дейді. Абақ Керейдің құрамындағы енді Меркіт руына тоқтап келетін болсақ, ілгеріде көне Меркіт тайпасына жеткен, бұны бір сынық деп айтады. Меркіт ел туралы алғашқы мәліметтер Қытайды билеген Ляо әулетінің жазба деректерінде, одан қалды Рашид ад-Диннің жылнамасында көп аталып кеткен. Ол ұдайы Меркіттер мына Шыңғысханға қарсы жауласқан тайпа екенін жақсы білеміз. Жас кезінде Шыңғысханның өзін тұтқындаған болатын. Кейіннен Шыңғысханның бәйбішесі Бөртенің өзін тұтқынға алып кеткен болатын. Темужин араға жаңағы керейттердің хандары Уан ханды жаңағы Тұғырылды салып жүріп, өлдім талдым деп Бөртені әреңдегенде қайтарып алады. Ашуланған Темужин ақыр аяғы Меркіттерге қарсы дүркін соғыс ашып қырғынға ұшыратады. Сол кезде Меркіттердің көсемі Тоқтабек деген адам болған екен. Оның 6 ұлы болған. Жылнамаларда сол 6-ауының тұңғышы жаңағы 9-дың керейттермен болмаса шайқастың барысында қаза тапқан, алға қалған ұлдарының барлығы Шыңғысханмен болған шайқастың нәтижесінде қаза тапқандығы туралы айтып кеткен болатын. Шыңғысханмен болған шайқастың нәтижесінде қаза тапты дейді. Сонда Шыңғысхан қатты қырғынға ұшыратқаны соншалықты керейлерді, меркіттерді, жаңағы меркіттердің балаларының өзін жаңағы арбаға әкеп тақап, арбаның дөңгелегінен басы асқандардың барлығын қырғынға ұшыратқан дейді. Сонда меркіттердің аман қалған аз тобы керейлерге қосылып кеткен дейді.
аман қалу мақсатында сөйтіп соның бір атасы ретінде сіңіп кеткен дегенде аттар бар. Керей мемлекеті өз алдына үлкен ел болған. Бұл туралы ертең енді мен бөлек тоқтап кететін боламын. Оған қатысты Керейдің ішіндегі мысалы аталары бар. Тұрғақ, Ашамайлы, Абақ деген сияқты тұрғақтан Баба, Тайшыбек, Ораз, Төртқара, Бесқара, Көбі, Жолдыбай, Жәпек деген аталары тарайтын болса, Ашамайлыдан Балта, Көшебе, Сибан, жаңағы Тарышы аталары тарайды. Ал Абақтан енді Жәдік, жаңағы Жәнтекей, Шеруші, Шұбарайғыр, Шимойын, Меркіт, Сарбас, Молқы, Ителі, Қарақаш, Жастабан, Көнсадық деген сияқты аталары тарайды. Енді жаңағы Ашамайлының ішінде Балтаға келетін болсақ, бұл қазақ Балта руы Қарасары, Қаратал, Байғожа, Мұраталы, Құрманқұл, Мырза, Иранбақ, Айтқұл, Жәдік, Нашан, Көрікті, Ақбалық, Жолбарыс, Жайылған, Барғана аталарынан таратылады. Бұдан да именно осы Ашамайлының ішінде Балта руына қатысты деректемелерге тоқтап кететін болсақ, бұл Балта енді атасының аты айтқандай Балта Танашұл деген 14 ғасырда өмір сүрген атақты сардар әрі батыр болған азамат болатын. Балта өз ауылдастарымен қазіргі Омбы қаласының маңындағы Керейтоғай деген өңірде мекендеген болатын. Көп жылдар бойы Алтын Орда хандарының әскер басшысы болған болатын. Балта мен оның ағасы Балға батыр екеуі Әмір Темір мен Тоқтамыс арасындағы шайқастарға қатысқан кезінде Әмір Темір әскерінде әрі қолбасшылы болғандығы туралы деректемелер біраз кездеседі. Одан кейінгісі жаңағы Ашамайлыға жататын Көшебе, одан Көшебеден кейінгісі жаңағы Сибан, болмаса бұл да жаңағы Ашамайлыға кіреді. Сибаннан да біраз атақты тұлғалар шыққан болатын. Солардың жаңағы қатарында белгілі қазақ жазушы жаңағы Сәбит Мұқанов бар. Сәбит Мұқановтың жаңағы ұлы, постоянно мен осы деректемелер айтқан кезде айтып жүрем, Сәбит Мұқановтың ұлы Марат Мұқанов белгілі тарихшы ғалым, көптеген деректемелер жазып қалдырған болатын. Ғабит Мүсірепов сияқты азаматтар шыққан болатын. Одан кейін Тарыш атағынан белгілі Әлдібек Сатайұлы сияқты азаматтар шыққан болатын. Одан кейінгі бұдан кейін Абаққа көшетін болсақ, Абақтағы атасы бұл Жәдік атасы бар. Жәдік атасында да белгілі азаматтар өте көп болған. Әсіресе белгілі өзіміздің қазақтың серісі әрі салы Біржан Сал Қожағұлы осы жаңағы Жәдік атасынан тарайтын болса, бұл да белгілі азаматтардың бірі. Жәдіктің ішінде бұл Жанат батыр болатын. Аты осы руға өзінің жаңағы ұранға айналған болатын. Бұл кісінің енді туған өлген жылы туралы нақты деректемелер жоқ, бірақ дегенмен де белгілі қазақ жазушы Қабдеш Жұмаділовтің Дарабоз деген кітабы бар. Сол кітапта оқитын болсаңыз, шамамен бұл батырдың 1695 жылдар мен 1760 жылдардың арасында өмір сүргендігі деп айтылады. Яғни 65 жасында қайтыс болған. Қайтыс болғанда да бұл жаңағы қаза тапқан. Бұл негізі өзі Керейден шыққан Ер Жәнібек Жәнтекей атасынан тарайтын болған. Осы Ер Жәнібектің әскерінің құрамында жүзбасы болған азамат болатын. Кейіннен осы Қабанбай батырдың тапсырмасымен дейді, енді бұл енді жаңағы Қабдеш Жұмаділовтің айтуы бойынша сол кезде 500-дей азаматпен бірге осы Жанат батыр екеуі Жанат батырды жаңағындай шекаралға жіберген болатын. Сонда алдынан шыққан қалың әскерді байқамай қалған Жанат батыр жоңғарлардың тосқауылына түсіп қалады да осы шайқастың барысында қаза тапқан болатын. Сонда қаза тапқан кезінде бұны жаңағы Ер Жәнібек батыр бар, жаңа Шерушіден шыққан Байтайлақ батыр бар, Жәнтекейден шыққан Шақабай батырлар бар. Барлығы қатты қайғырып жоқтаған екен. Сол кезде Ер Жәнібек жоқтаған екен дейді, қайран ағамай, есіл ермай, Жанат өлді дегенше жар құлады десеңші, жанағаңнан айырылды дегенше жарты жаның шықты десеңші деп қатты қайғырған екен. Бұл енді
осы әңгімесіне қарабақ, осы жоқтауына қарабақ, бұл жаңағы Жанат Батырдың қазақтың Ер Жәнібегінен біраз жас үлкен екенін аңғаруға болады. Ер Жәнібектің өзі шамамен 1714 жылдар туылған болатын. Соған қарабақ, бұл енді үлкен екендігін біле беруге болады жаңағы Ер Жәнібектен. Ол жаңағы шайқас барысында алдынан шыққан жауды көрген кезінде дейді, Жанат Батыр өзінен басым жауды көргеннен кейін уақыт тұту керек болады. Жанат Батырға сөйтеді, бір жігітін дереу арттағы қалың әскерге жібереді, жаңағы алда жау бар екендігін хабарландыру мақсатында дейді. Сөйтеді, өз жау жақ бетінің батырын жекпе-жекке шақырады. Уақыт тұту ол баяғыдан болған жағдай, бірақ жау жақсы түсінеді, бұның уақыт тұту екендігін жақсы түсінген дейді. Сөйтеді, жаңағы көнбей бірден дода соғысына салып кеткен дейді. Сол шайқастың барысында Жанат Батырға 2 садақтың оғы тиіп, артынан басын шауып өлтірген дейді. Одан кейінгі атасы Абақтан Жәнтекейден жаңағы бәрі бізге белгілі, әрі шешен болған, әрі би болған Жәнібек Бердәулетұлы туған болатын. Қазақ халқының ішінде бұл Ер Жәнібек деген атпен белгілі. Қазақта Жәнібектер көп болған, сол бір-бірінен айыру үшін жаңағы арғыннан шыққан Жәнібекті Шақшақ Жәнібек дейтін болса, болмаса Қошқарұлы Жәнібек дейтін болса, ал Керейден шыққан Жәнібекті көрсеткен ерлігіне байланысты бұның ерлігі туралы кейін айтып берем. Ер Жәнібек деп атап кеткен дейді. Одан кейін халифа Алтай, одан кейін Көбеш Айтбайұлы сияқты, Қалибек Рахымбекұлы сияқты, Хасен Оралтай сияқты азаматтар осы жаңағы Жәнтекей атасынан тарайтын болған. Одан кейін барып жаңағы келесі Абақтың Шеруші атасы, бұдан да көптеген белгілі қазақ халқына азаматтар шыққан болатын. Солардың бірі бұл Дәлелхан Сүгірбайұлы, барлығымыз білеміз. Қытай қазақтар әсіресе өте жақсы болады, біледі. Бұл Алтай генерал-губернаторы болған азамат, генерал-майор атағын алған азамат болатын. Кейіннен белгісіз жағдайлармен, білмеймін қалай екеніз, не дейді, ұшақ апатынан қаза тапқан болатын. Одан кейінгісі Байтайлақ Батыр. Байтайлақ Батыр да қазақ Абылай хан әскерінің құрамындағы батырлардың бірі болған. Бұл да жоңғарларға қарсы болған шайқастың нәтижесінде әжептәуір жасқа келіп қалған кезінде қаза тапқан болатын. Одан кейін Ақтай би, Бостай би, Дәркен Батыр, Менгеде Батыр сияқты қазақ батырлары осы Шерушіден шыққан болатын. Одан кейінгісі Абақта Шұбар айғыр деп келетін тармағы бар, Абақтың ішінде кіретін. Одан кейінгісі Шұбар айғырдайдан кейінгісі жаңағы Шимойын. Шимойыннан да жаңа айтып кеттім, қазаққа белгілі азаматтар Сәбит Мұқанов пен оның ұлы жаңағы Марат Мұқановтар осы тармағынан тарайтын, Шимойын тармағынан тарайтын. Одан кейінгісі Меркіттен Жәке Қойтанұлы, Қабыл Ақбайұлы деген сияқты азаматтар тараған болатын. Одан кейінгісі Сарбас тармағы болатын. Бұл да жаңағы бұл үлкен тармақ. Бұл туралы әңгіме айтатын болсақ, бұны ұзақ айтып қаламыз, өйткені бұл әжептәуір үлкен тармағы болатын. Одан кейін Сарбастан кейін барып, бұдан кейінгісі Молқы, жаңағы Абақтан тарайтын Молқы. Одан кейінгісі барып Ителі атасы тарайтын. Ителден де біраз азаматтар шыққан, әсіресе бұлардың ішінде белгісі Бұқарбай Батыр сияқты, Жантөре Батыр сияқты, Тұрым Батыр сияқты, жаңағы Сәти Нұртазұлы сияқты, Сәбит Дамолла, Отарбай жырау сияқты, Тайгешке Мәңкібайұлы сияқты, Жапартай сияқты, Боғдабай әнші сияқты, Апсадық Залың сияқты азаматтар, әсіресе бұлардың ішіндегі қатты атағы шығып кеткені бұл жаңағы Зұқа Батыр болатын. Зұқа Батырды да жақсы білесіздер, әсіресе Қытай қазақтары өте жақсы біледі Зұқа Батырды. Жаңағы ол да Қытайларға қарсы шайқастың нәтижесінде қайтыс болған болатын. Одан кейін барып жаңағы Қарақас атасы, одан кейін барып Жастабан атасы. Бұл Жастабаннан да біраз азаматтар шыққан, әсіресе қазақтың белгілі жазушы ғалым былтыр ғана дүние салды, 2025 жылдың 9 қаңтары Мұхтар Мағауин, болмаса Бекен Жылысбаев, Жанұзақ Қасымбаев, белгілі қазақ жазушы Отырар деген керемет кітап жазған, мен оны қайта оқыған болатын. Хасен Әдібаев,
Біке Дарабайұлы, Уайс Шондыбайұлы, Тұраш Ыбыраев сияқты, Төлеу Көбдіков сияқты, Ғаділет Әнжанұлы Батырбеков сияқты, Блок Шайкенов сияқты, Кеңесжан Шалқаров сияқты, Омар Хаймулдин сияқты, Қабыш Шәркенов сияқты, Құлманбет Жамансарұлы сияқты, Нұржан Нұрсипатов сияқты азаматтар көп шыққан болатын бұл рудың да өкілдері. Сонымен ағайын, бүгін Керей руына арналған әңгімеміз осымен тәмам. Алда қазақтың тағы да басқа рулары туралы деректеме қалдыратын боламын. Каналға тіркелеміз, лайк басып қолдап отырамыз.